Баршаңызға сәлем. Бүгін Аллах тағаланың қалауымен сіздермен тағы да қауышып отырмыз. Дүниеде ең ұлы Аллах тағаланың рахымы мен разылығына бөлейтін ілім болса, ол Аллах тағаланың көркем есімдерін танып білу туралы ілім болмақ. Кімде-кім ілім жолына түсетін болса, Алла тағала оның жәннатқа баратын жолын жеңілдетіп қояды екен. Олай болса, Алла тағала осы ілім арқылы біздің жәннатқа баратын жолымызды жеңілдетіп қойған бақытты құлдарының бірі болайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: Алланың 99 есімі бар. Кімде-кім оларды жаттап алса, жәннатқа кіреді деп, сол есімдерді жаттаған адамдардың жәннатқа кіретінін айтып сүйіншілеген. Сонымен қатар қасиетті Құранда былай айтылған: ең жақсы атаулар Аллаға тән, оған сол аттармен жалбарыныңдар, яғни сол көркем есімдермен үн қатып дұға жасаңдар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Сонымен қатар дұға жасауда Аллах тағаланың көркем есімдерін айта отырып тілек тілеу біздің дұғаларымыздың қабыл болуының басты шарттары екен. Яғни біз Аллах тағалаға мұқтаждығымызды айтып тілек тілеген кезімізде Аллах тағаланың көркем есімдерін мағынасына қарай қолдануымыз керек. Мысалы, Аллах тағаланың Әл-Ғаффар есімі кешірімшіл, аса кешірімді деген мағынаны білдіреді. Егерде Аллах тағаладан күнәларыңыз үшін кешірім сұрайтын болсаңыз, я Әл-Ғаффар деп, я кешірімшіл, аса кешірімді Әл-Ғаффар, менің күнәларымды кешіре көр деп тілегіңізді осы есімді айта отырып жасауыңызға болады. Мінекей осылай Аллах тағаланың 99 есімінің мағынасына байланысты біз мұқтаждығымызды Аллах тағалаға осы есімдермен үн қата отырып сұрай алады екенбіз. Мен осы каналда Аллах тағаланың 99 көркем есімдерін 3-3-ке бөліп әр видеода шығарып отыратын боламын. Алдыңғы видеоларда біз Аллах тағаланың 1 мен 12 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттеріне тоқталған болатынбыз. Ендеше Аллах тағаланың 13-ші көркем есімі Әл-Бари, жоқтан бар етуші. Толық мағынасы жаратушы, жоқтан бар етуші, өз қуатымен барлық нәрселерді жаратты және оған күш жұмсаған жоқ. Әл-Бари есімінің қасиеттеріне келер болсақ, бірінші, бала таба алмаған әйел 7 күн ораза ұстап Әл-Мусауир, Әл-Бари, Әл-Халиқ деп 21 рет айтып, сол суға дем салып, аузын сол сумен ашып, шынайы ықыласпен жалғыз Алла тағалаға дұға етсе, иншалла оған жаратушы осы есімдердің құрметіне перзент сыйлайды екен. Екінші, жұмысымызда табысты болу, материалдық және рухани ауыртпашылықтардан құтылу үшін бұл есімді 204 рет айтуымыз керек екен. Аллах тағаланың 14-ші көркем есімі Әл-Мусауир, бейнелеуші деген мағынаны білдіреді. Толық мағынасы бейнелеуші, келбет беруші, өзінің қалауымен әрбір жаратқан нәрсесіне өзгеше келбет және әртүрлі пішін береді. Мінекей осындай мағынаны білдіреді екен. Әл-Мусауир есімінің қасиеттеріне келер болсақ, бірінші, бала таба алмаған әйел 7 күн ораза ұстап Әл-Мусауир, Әл-Бари, Әл-Халиқ деп 21 рет айтып, сол суға дем салып, аузын сол сумен ашып, шынайы ықыласпен жалғыз Алла тағалаға дұға етсе, иншалла оған жаратушы осы есімдердің құрметіне перзент сыйлайды екен. Екіншіден, мақсатына, қалағанына қол жеткізеді. Ең ауыр істерде жетістікке жетеді және бір істің шебері болады екен. Осы тілегімізге жету үшін Әл-Мусауир есімін 342 рет айтуымыз керек екен. Алла тағаланың 15-ші көркем есімі Әл-Ғаффар, кешірімшіл, аса кешірімді. Толық мағынасы кешірімшіл, аса кешірімді, аса жарылқаушы, күнә және жаман істерді кешіруші. Бұл дүниеде құлдарының жамандықтарын жасырып, қияметте күнәларын кешіріп жарылқайды. Әл-Ғаффар есімінің қасиеттеріне келер болсақ,
Бірінші, кім осы есімді күнде 1361 рет айтса, Алла тағала күнәларын кешіреді және күнәлардан сақтайды. Екінші, бұл зікірді күнде айтып жүрген жанның рухани және материалдық жағдайы түзеледі екен. Арасында Аллах тағала аса кешірімді, ерекше мейірімді, дұғаларды қабыл етуші. Аллах тағаланың кешірімінен, мейірімінен, рахымынан ешқашан үміт үзбеңіздер дегім келеді. Егерде шынайы, шын жүректен, тек бір Аллаға ғана мұқтаждығыңызды айтып, шын ықыласпен Алла тағаладан тілек тілейтін болсаңыз, иншаллах Алла тағала тілегіңізді қабыл алады. Әзірге осы, Алланың қалауымен бұйырса, иманыңызды арттыратын көптеген видеоларды осы каналға жүктейтін боламын. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар Алланың разылығын тілейтін достарыңызға осы видеоны жіберіңіз.